Сәметсізбе. Но біздің ауылдың су саратын заводы. Мұнда бұлақ суы шығады. Балақ судың суы таза, мөлдір, тәтті. Бұлақ суы пайдалы. Тәжірибемізге осы бұлақ судан су аламыз. Тәжірибе алаңына қос келіңіздер. Балалар, қазір біздер тәжірибе барысында лас су мен таза судың айырмашылығын зерттейтін боламыз. Балалар, біздер қандай суды ішеміз, айтыңдаршы? Таза су. Дұрыс, таза суды ішеміз. Балалар, алдарындағы стакандағы таза су мен лас суға көк жуанын өскінін саламыз. Көрдіңдер ме? Соны нәтижесі қалай болады екенін көрейік. Ал, келіңдер, салыңдар. Медина, сен таза суға сал, Аяла, сен лас суға сал. Болды. Нәтижесін 5 күннен кейін көреміз, ема? Жақсы. Лас суда деген өспей қалған. Қараңыздар, таза суда өскіндік әдемі болып өскен. Балалар, міне, өзіңіз көріп тұрғандай, таза су мен лас судың айырмашылығын. Лас суда өсімдік өсті ме? Өспей қалды. Ал таза суда не істеді? Жақсы болып? Өсті. Сондықтан да балалар, суды үнемдеуіміз керек, оны суды таза ұстауымыз керек, судың да сұрауы бар. Түшіріп көзі. Тәжірибенен аяқталды. Сау болыңыз.